Басам түсіңізші? Не, здесь не пойдет. Және менің тоқтыш басым. Армысыздар құрметті көрермендер. Бүгін қараша айының 4-ші жұлдызында Қарағанды медициналық университетінде Самұрық студенттер республикасының президентін анықтау мақсатында сайлау өткізіліп жатыр. So bad, lips up with a big butt. When she talking, I just wanna get my dick sucked. I see you working on that body, got that body right. So when I hit it, baby, I just get that body right. Yeah, I could really put you on, and I promise that. If I told you that I love you, would you fuck with that? I keep it real, and that's 100, know you loving that. No, I don't care about opinions, like my pocket's fat. Like little baby, I can love you on your worst days. She fuck with me, cause every day feel like a birthday. She the type, don't need a man, she got her own shit. Miss Independent, yeah, she really. Біз бүгін сайлауға келген көрермендердің арасынан кімге дауыс беретіндігі туралы білсек. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз сайлауға. Сайлау қалай өтіп жатыр жалпы? Сайлау негізінде жақсы өтіп жатыр. Мен Арыстан жеңеді деп ойлаймын. Тамаша. Неге ол кісі жеңеді деп ойлайсыз? Өйткені ол өзіне сенімді болып келгендіктен өзінің ойларын анық айта алды деп есептеймін. Тамаша. Келесі кезекте сіздің ойыңызды білетін болсақ, мен сайлау жақсы өтеді деген ойдан және Арыстанға дауыс беруге келдім. Арыстан жеңеді деп ойлаймын. Мен бүгінгі сайлауға Айдосқа дауыс беру үшін келдім, себебі Айдос университетте көптеген іс-шараларды ұйымдастырған осы уақытқа дейін. Мен және де өз даусымды Айдосқа беремін және Айдос жеңеді деп ойлаймын. бүгінгі бұл сайлау өте қызықты болайын деп тұр. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Біз бүгін сайлауға келген көрермендерден сайлаудан кейінгі пікірлерін сұрайын деп жатырмыз. Жалпы сіздің бүгінгі сайлауға деген көзқарасыңыз, жалпы ойыңыз қандай? Сайлау әділ өтті, барлығы жақсы өтті. Мен өзім Самұрық ұйымда болғаннан кейін жылда президенттер ауысатынын білемін, және ол дұрыс деп өзім санаймын. Қазір менің жанымда Самұрық студенттік республикасының сыбайлас жемқорлықпен күресу министрі Танытар Аралым Ғабдуллақызы. Бүгінгі сайлау әділ өтті ме, сол туралы сіздің ойыңызды біле кетсек? Әділ өтті. Біз счетный комиссияның председателі Искандер Эхнадинович екеуміз бәрін өзіміз қадағаладық. Және де одан бөлек бізде залдан 4 независимый люди дейді ғой, 4 тәуелсіз адамды алдық. Яғни олар ешқай кандидаттың адамы емес. Сондықтан да сол 4 адам бізді қадағалады. Ол 4 адамнан бөлек, сосын Искандер мырза екеумізден бөлек тағы да өзіміздің 2 адам болды. Сондықтан да барлығы өте әділ өтті, және де бір рет қана саналған жоқ. Дауыстар бірнеше рет саналды, ол менімен, Искандермен бәрі тексерілді. Сол әділ өтті. Добрый день, меня зовут Искандер Афизов, я студент 6-го курса в специальности общая врачебная практика. Я экс-президент студенческой республики Самрук, также был членом Сената и дисциплинарных комиссий и так далее. Выборы прошли удовлетворительно, я так думаю, потому что были недочеты и со стороны организационного момента, и со стороны, так скажем, наверное, подготовленности кандидатов. То есть, по мне, как студенту медицинского университета Караганды, не хватило немножко, наверное, уверенности в кандидатах, потому что если ты баллотируешься на такой пост, ответственный, немалозначимый, да, так скажем, то есть ты должен быть более подготовленным, более
уверенным в себе. И вот именно на моментах, когда студенты задавали вопросы, студенты, сотрудники, вот здесь чуть-чуть кандидаты все-таки провалились, я бы хотел сказать. А так, в целом, все кандидатуры были достойны, все кандидаты большие, так скажем, очень хорошие студенты, за ними за какие-то 3-4 года их обучения очень много наград, заслуг, и каждый из них был по-своему достоин как баллотироваться, так и занимать пост президента Студенческой Республики Самрук. Но это как бы выборы, и победитель только один. Всех приветствую, уважаемые студенты, уважаемая администрация, уважаемый персонал и уважаемый наш университет, наш альма-матер. Сегодня я стал президентом Студенческой Республики Самрук и надеюсь, что я вас всех не подведу. Надеюсь, что будете мне верить, даже когда я буду ошибаться. Всем спасибо большое, всем удачи. Честно говоря, еще я отошел от эмоций. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Келесі жаңалықтарды Кумулаев парақшасынан көре аласыздар.